Барлықтарыңа сәлем. Сендер Малика апайдың биологиядан ОБТ-ға дайындайтын YouTube каналындасыңдар. Сендерді көргеніме өте қатты қуаныштымын. Бүгін мен біздің бір оқырманымыздың сұранысы бойынша ДНК-ға байланысты есептерді түсіндіретін боламын. Бұл теориялық сабақ емес, көбінесе кішігірім практикалық сабақ болады. Көбісі бүйтіп ойлауы мүмкін, в смысле биология ғой, биологияда қандай есептер деген тәрізді. Но биологияда бізде кішігірім есептер кездеседі, и соның бір көрінісін сендер қазір көретін боласыңдар. Есеп демекші, алдыңғы біздің видео сабақтарымыз бірі қан топтарына арналған есептер шығару болды. Егер де сендер көрмесіңдер, то, пожалуйста, осы каналдан ішінен тауып алыңдар. Ал егер де сендер мені бірінші рет көріп тұрсыңдар, и бірінші рет осы видеоны қосып тұрсыңдар, мынау кім мынаяқта сөйлеп жатқан бізге десеңдер, то менің есімім Малика, және де мен биологиядан дайындайтын репетитормын. Биологияны оқып жатқан уже 10 жылдан асты. Өзімнің ұстаздық тәжірибемде 4000-нен астам оқушыны оқытып, олардың 86% грант иегері атанды. Менің ұстанымым, түсінбейтін оқушы жоқ, түсіндіре алмайтын мұғалім бар. Және де менің YouTube каналымда мен постоянно ОБТ-ға қажетті тақырыптарды, және де тек қана ОБТ-ға қажетті нұсқалар талдаймын, но осы жылдан бастап жаңа маусымда мен шештім, то что әр сыныптың кітабынан кішігірім тақырыптар түсіндіріп, әртүрлі сыныпта оқитын, әртүрлі жастағы балаларға көмектесем деп. Так вот, так получилось, что біздің оқырманымыздың сұранысы бойынша сол тақырып бүгін ДНК-ға қатысты есептер бізде 10-шы сыныптың бірінші бөлімінен алынған екен. Так получилось. Сонымен егер де дайын болсаңдар, біз бастаймыз. Все-таки ДНК-ның есептеріне көшпестен бұрын кішігірім теорияны есімізге түсіріп алып кетейік. Бізде ДНК полимерлі молекула. Не себептен? Барлығымыз ДНК деген кезде жаттанды тұрғыда, теорияда былай айтамыз. ДНК қос тізбекті шиыршықтан түзілген молекула деп. Я, ол дұрыс. А ол молекуланың ішінде не бар? Ол жай молекула емес, ол бізде полимерлі молекула. Өйткені оның өте көптеген құрам бөлшектері бар. И ең бірінші бөлшектері ол бізде азоттық негіздер болып табылады. Бізде ДНК-да 4 түрлі азоттық негіз болады. Ол бізде аденин, міне мына жақта, міне аденин, тимин, гуанин және де цитозин. Өздерің байқап тұрғандай, бұл молекулалар еще өзара бірнеше айырмашылық табады. Мысалға, аденин мен гуанин бізде 2 сақиналы. Цитозин мен тимин бізде 1 сақиналы молекулалар болып табылады. И бұл 2 сақиналы және 1 сақиналы дегеннің өзінің атауы бар. 2 сақиналы молекулалар бізде пуриндер болып табылады. Ал 1 сақиналы молекулалар бізде пиримидиндер болып табылады, және де оларды осылай ғылыми атаумен атау шарт. Азоттық негіздерден кейін міндетті түрде ДНК-ның бөлшегі, ол бізде мынандай дезоксирибоза қанты немесе көмір суы. Ол бізде 5 түрлі көміртектің қалдығынан тұрады. 1, 2, 3, 4, 5. Міне 5 бұрышын осылай санап шығуға болады. И одан кейін бар фосфор қышқылының қалдығы. Азоттық негіз, дезоксирибоза қанты және де фосфор қышқылының қалдығы бізде бір нуклеотидті құрайды. Яғни мынау бізде бір нуклеотид болып табылады. Ал енді ойлаңдар, бізде ДНК-ның бір жіпшесі осында өте көптеген нуклеотидтерден тұрады. И оған екінші жіпше қосылатындығына бізде қос тізбекті полимерлі ДНК молекуласы пайда болады. И осы жақтағы біздің азоттық негіздеріміз просто так рандомно, әркім өзінің орнына тұра салмайды, оларда қатаң тәртіп және де өздерінің парочкалары болады, яғни жұптары болады. Бұны бізде Чаргав ережесі бойынша, Чаргавтың комплементарлық ережесі бойынша анықтайтын еді. Мысалға, аденин тең бізде тиминге, гуанин тең бізде цитозинге. Міндетті түрде аденин болған жерде тимин болады, тимин болған жерде міндетті түрде аденин болады. Екеуі бірін-бірісіз мүлде тұрмайды. И олардың арасында бізде байланыс болады. Мына жақтағы белгілерді мен босқа жазып қойған жоқпын. Аденин мен тимин бізде қос сутектік байланыспен байланысады. Гуанин мен цитозин болса бізде 3 сутектік байланыспен байланысады. Міне бізде 2 байланысты көріп тұрмыз, мына жақта бізде 3 байланысты көріп тұрмыз. Яғни осылай біздің ДНК молекуламыз бір-біріне ұсталып тұрады екен. Одан кейін барып тағы да нені байқасақ болады. Біздің ДНК-мыздың қос тізбекті шиыршықты тізбегінен. Мына жақта сендер бір цифрларды байқап тұрсыңдар. 5 и 3 деген, мына жақта 3 болса, мына жақта 5 деген. Бұны бізде штрих деп оқиды. 5 штрих, 3 штрих, 3 штрих, 5 штрих дегеніміз. Егер бір тізбектің басы міндетті түрде 5 штрихпен басталса, аяқ жағы 3 штрих болады. Мына жақта 3 штрих болса, мына жағы 5 штрих болады. Яғни 5-ке 5 немесе 3-ке 3 тұрмайды екен. Бұны бізде антипараллель деп атайды. Яғни антипараллельді
қос тізбекті шиыршық болып табылады. Ал енді бұл сандардың не білдіретінін айтайық. 5 штрих десе, значит, жіпше бізде міндетті түрде фосфор қышқылының қалдығынан басталады деген сөз. 3 штрих десе бізде дезоксирибоза қантынан басталады деген сөз. Көріп тұрсыңдар ғой, сондықтан да біздің жіпшеміз антипараллель болып бір-біріне жабысады. Бұның барлығы не үшін қажет, чтобы комплементарлық ережеге сай азоттық негіздер бір-біріне байланысу үшін қажет. Но в принципе кішігірім біздің білетін теорияларымыз пока что. Тағы да ең соңғы біздің есімізге түсіретін теория, ол бізде ДНК шиыршығының бір оралымында немесе оның бір қадамында 10 жұп нуклеотид болатынында. Мысалға, мынаны бізде бір қадам дейтін болса, ал бір қадамның ұзындығы бізде 3,4 нанометр болады. И осы жақта міндетті түрде 10 жұп нуклеотид болады екен. 10 жұп нуклеотид. Даже мияқтан санап шықсаңдар болады. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Неге 10 жұп? Өйткені олардың әрқайсының жұбы бар. Аденин, тимин, гуанин, цитозин деген тәрізді. Міне осы ең главный біздің білуіміз керек теориялар, и осыларға сүйеніп ДНК-ға байланысты есептер беріледі. Ендеше практикалық сабағымызды бастайық. Бірінші есеп. Жасыл эмблеманың ядросындағы екі еселенетін ДНК молекуласының бірінші тізбегіндегі нуклеотидтердің орналасуы осындай. ДНК молекуласының екінші тізбегі қандай дейді? Егер сендер бұндай есептер сендерге не үшін келеді, неге бір тізбекті сұрайды, екінші тізбекті сұрайды, немесе мына есептің мағынасын түсінбей тұрсаңдар, значит сендер ДНК-ның репликациясы деген тақырыпты түсінбегенсіңдер. Өтініш 10 сыныптың бірінші бөлімін алдыңдарда сол жақтан осы тақырыпты оқыңдар. Ал мен практикалық сабағымды жалғастырамын. Енді қараңдар, ДНК бізде қос тізбекті молекула екенін білеміз. Және де міндетті түрде оның әр азоттық негізінде өзінің қарама-қарсы жұбы болады. И міндетті түрде тек қана сол жұбымен қана ол негізді түзетін болады. Сонымен қараңдар, өзіміз осындай есептерді көрген кезде сразу формуланы есімізге түсіріп жазамыз. Ол бізде А тең Т-ға, Г тең С-ға деп осындай формуланы өздеріне жазып қоясыңдар. Яғни А-ты ГЦ деп қысқаша памятке жаттап алуға болады. Яғни адениннің жұбы тимин, тиминнің жұбы аденин, гуаниннің жұбы цитозин, цитозиннің жұбы гуанин деген тәрізді. И біз осыны жазып қоямыз, міндетті түрде жазамыз. Егер бұл бізде тест или ОБТ или олимпиада болса, бізде гормоны стресс, адреналин өте көп болады. Сол себептен біз қатты переживать етуіміз мүмкін. Вот. Енді қараңдар, гуаниннің жұбы бізде міндетті түрде цитозин, цитозиннің жұбы бізде гуанин, тиминнің жұбы бізде аденин, адениннің жұбы бізде тимин, цитозиннің жұбы гуанин, тиминнің жұбы аденин, тиминнің жұбы аденин, адениннің жұбы, ойбай, тимин, мен гуанинді ұмытып кеттім, көрдім ме? Гуаниннің жұбы бізде цитозин, цитозиннің жұбы бізде гуанин, и цитозиннің жұбы бізде гуанин. ЦГАТ, ГААЦ, ТГГ. Міне, получается, екінші ДНК-ның тізбегі дәл осындай болады екен. Егер сендер тест форматында белгілі бір ОБТ-ны немесе олимпиаданы или тағы да басқа затты тапсыратын болсаңдар, то міндетті түрде жазған жауаптарны қайтадан оқып шығыңдар. Сәйкес келе ме, келмей ме деген тәрізді. Өйткені біз адамбыз, пендеміз, бір затты ұмытып кетуіміз мүмкін. Сонымен ДНК-ға қатысты берілетін есептің бірінші типі ол бірінші шиыршық осында, екінші шиыршығы қандай болады? Түз жұбын біл, яғни сен комплементарлық ережесін түсіндің ба, түсінбедің ба, міне соны анықтайды екен. Екінші есеп. Бактерия сақинасының бір тізбегіндегі адениннің мөлшері 23% болса, дейді, именно адениннің мөлшері. Гуаниннің мөлшері неше пайыз дейді? Хорошо, бұл тағы да Чаргов ережесінің комплементарлығына байланысты. Опять формула есімізге түсіреміз. А тең бізде Т-ға, Г тең бізде С-ға. Так, мынақты таңғалып тұрған шығарсың, неге Малика апай тең дегенге артық тағы да бір сызықшан жазып қойды деп. Өйткені бұл формула бізде и комплементарлық ережесін білдіреді, и арасындағы сутектік байланысты білдіреді. Соны естеріне шығармаңдар. Сразу естіп жазатын болсаңдар, намного естеріне көп сақталады. Енді, адениннің мөлшері бізде 23-ке тең дейді. Хорошо, 23%-ға тең дейді. Окей, значит, мен автоматом есептеймін, то, что тимин бізде тоже 23%-ға тең. Тоже, ойнан былай бөлек жазайын. Тимин тоже бізде 23%-ға тең. Неге мен ол цифрды бетіп жазып жатырмын? Өйткені формула бойынша аденин тең тиминге, егер ДНК-ның құрамында
осыншама аденин кездессе, значит, оның жұбы міндетті түрде тимен тоже осыншама рет кездеседі деген сөз. Міне осындай заңдылық. Ал енді, так как есеп бізге пайыз бойынша беріліп тұр, біз 100%-дық мынандай түсінікті аламыз. Яғни біз кез келген затты 100% деп, и оның қалдықтары бойынша есептейміз ғой. Так вот, егер де біздің ДНК-мыз общий бір 100% болатын болса, вот болып 100% болатын болса, то оны 4-ақ қана зат құрайды. Аденин, тимин, гуанин, цитозин. И біз оны 50%-ын тауып тұрмыз. Ол менде аденин мен тимин. Екеуін бір-біріне қосатын болсам, менде қанша шығады? 46 шығады. И мен 100%-дан осы 46%-ды азайтамын. Менде неше шығады? 54. Получается, 54 дегеніміз қалған 50%, яғни гуанин мен цитозинге тиесілі орын болып тұр. ДНК-да алып тұрған. И мен осы 54-ті 2-ге бөлемін. И менде шығатын сан ол 27 болады. Яғни 27% ол менде гуаниннің мөлшері екен. Міне осылай ДНК-ға қатысты берілетін есептің екінші типі ол пайыздарға байланысты беріледі. Яғни саған бір азоттық негізді береді, и именно осыны тап. Яғни осы бір азоттық негізі мөлшерін тап деп береді. Хорошо. Екінші осындай пайызға байланысты ДНК-да кездесетін есептер, мысалға бізге бір ғана азоттық негізді береді, и қалған азоттық негіздер тап дейді. Мысалға, ол бізде көп жауаптық тесттерде келуі мүмкін. Мысалға, бір ғана есептің жауабын белгілемейміз, біз бірнеше жауапты белгілеуімізге тура келеді. И есептің шығару ережесі дәл осындай. Так, опять формуламызды ерінбей жазып қоямыз. Так, өйткені паника, тағы да басқа нәрсе барысында біз көптеген заттарды ұмытып қалуымыз мүмкін. Енді қараңдар, егер де гуаниннің мөлшері менде 18%-ға тең болса, значит, цитозиннің мөлшері тоже 18%-ға тең деген сөз. Екеуін бір-біріне қосатын болсақ, бізде қанша шығады? 36%. Яғни 36% бүкіл ДНК-ның жартысын алып тұрған азоттық негіз. Енді бағанағы логика бойынша 100%-дан азайтамыз 36%-ды 64% шығады. И 64-ті 2-ге бөлеміз, чтобы қалған аденин мен тимин мөлшерін табу үшін, сол кезде бізде 32 дейтін пайыз шығады екен. Сөйтіп қалғандарынікі міне цитозин 18%, аденин менде тең 32%-ға, и тимин менде тең тоже 32%-ға. Келесі ДНК-ға қатысты берілетін есептердің типтерінде бізде кездеседі именно сутектік байланысқа. Мысалға, естеріңде бар болса, біз сендермен адениннің және де цитозиннің жұптарын жазған кезде міндетті түрде орталарына қанша сутектік байланысы бар екен жазып жүрдік. И наконец осы формулада осы белгіні қолданамыз. Есептің шартын оқимын. ДНК молекуласында аденин мен тиминнің сутектік байланыс әрқайсында саны 15-ге тең. Гуанин мен цитозиннің саны 8-ге тең. ДНК молекуласындағы жалпы сутектік байланыстың саны нешеге тең дейді. Окей, хорошо. Енді қараңдар, егер де менде аденин мен тиминнің сутектік байланысы әрқайсында 15-ке тең болса, значит, ол 15 қосу 15 болады. Окей. Гуанин мен цитозиннің саны 8-ге тең болса, өйткені ол бір-біріне тең ғой, гуанинді қосамыз цитозинге. Одан кейін барып бізде тағы да бір сутектік байланыс қалды, олардың ортасындағысы. Аденин мен тиминде қанша? 2. Мен оны 2-ге көбейтемін, мынаны қосамын. Гуанин мен цитозин арасында менде 3 сутектік байланыс. И осы есептің шартын шығаратын боламын. Бірінші өрнекте менде қанша шығады? Мына жақта екеуін бір-біріне қосатын болсаң, 30-30-ді 2-ге көбейтеміз, 60 шығады. Так, 8-8-ге қосамыз 16, 16-ны 3-ге көбейтеміз, 48 шығады. Сонда 60-қа 48 қоссам, общий менде 108 сутектік байланыс болады екен. Қалай шештік біз оны? Бізге есептің шартында әр сутектік байланысының санын беріп қойды, азоттық негіздеріне байланысты. И біз азоттық негіздердің арасында қанша сутектік байланыс бар екенін білдік. Тағы да бір ұбт-да ДНК-ға қатысты келетін есептердің бірі, ол именно осы суретке байланысты болады. Немесе осы суретте берілген теорияға қатысты береді. Мысалға, біз мына суретте нені көріп тұрмыз? ДНК-ның бір қадамында шиыршығында бізде 10 жұп нуклеотид бар екенін білеміз. 10 жұп нуклеотид бар екенін білеміз. Ал енді, мысалға, бізге мынандай сұрақтар қою мүмкін. 2 қадамда, 3 қадамда неше нуклеотид бар?
деген тәрізді. Немесе неше жұп емес, а именно неше нуклеотид бар деп қою мүмкін. Мысалға, сендер айтасыңдар то, что мынандай бір қадамда 10 жұп нуклеотид бар. Но біз жұп деп айтып тұрмыз. Ал егер просто нуклеотидтерді санайтатын болсақ, то ол бізде 20 болатын еді. Өйткені нуклеотид ол жұбымен емес, өзі жеке бөлек саналады. Сол тәрізді мысал ретінде 2500 нуклеотид берілді. Олардан бізде қанша қадам шығады деген тәрізді есептер болуы мүмкін. Сендер осы теорияға сүйеніп, қадамдардың ішінде неше жұп нуклеотид кездесетінін ескере отырып, оны ұзындығын ескере отырып, есепті шығаратын боласыңдар. Сонымен балапандар, бүгін бізде осы ДНК-ға қатысты кішігірім есептерге байланысты сабағымыз аяқталды. Сендерге ұнады деген үміттемін. Міндетті түрде лайк басып, комментарий жазуды ұмыт кетпеңдер, және де осы видеомен биолог досымен бөліс. Ал егер де сен күнделікті стористарда күшті биологияны оқып үйренгің келсе, қызықты рилстар арқылы ұбт-ға дайындалғың келсе, то менің инстаграмға жазыл, және де келесі видео сабақта кездескенше.